Соғыс басталған кезде кез келген қазақ не істейді? Соғым сояды, дұрыс айтасыз. Соғым сояды. Соғым сойып жатырған отбасы. Құрмет, қошемет. Жіптің үстіндегі атқан циркашылар ұстап, не істеп жүрсің? Неге шақырдың? Неге шақырдың дейді ғой? Соғым соятын уақыт болды, сиыр таба алмай жатыр ма? Сиыр топпиш? Мен саған жеңге бабамын ба? Әлде малшымын ба мен саған? Енді сен әркімнің қорасында арақ жесің, білет шығарсың, кімнің үйінде қандай сиыр бар екен? Мен батау алқаш емеспін әркімнің қорасында ішетіндей. Мен ішсем, азаматтың қорасында ішемін. Бірақ азаматтың сиырына тиіспе. Не болды? Ішіп келген кезде кімді құшақтар отырмын? Сен бір күн сол сиырдың астындағы өлесің бар ғой, мына жүрсің мен. Не жүрсің мынау? Досым? Не болды? Не істеп тұрсың? Мынау Афганнан қалған әдет қой, білесің ғой, Афганда болғанымда. Афганда соғыста от жанып жатыр. Оттың үстінде картошка пісіп жатыр. Сол ыссы картошканы шауып бір ұстап алғанмын мына, содан кейін осындай болып қалды ма? Бір күн сен өкпең түсіп қалады, темекіні қоймасаң бар ғой. Қойсайшы болды темекіні. Мен темекіні көп шекпеймін ғой. Иә? Ішкен кезде шегемін ғой мен. Сен күнде ішесің ғой, білесің бе? Мен өмірімде бір рет ішкен адаммын. Иә. Қалған күннің бәрі бас жазумен өтіп жатыр да. Көрдің бе? Үйстіп жүре берсең алқаш болып кетесің сен. Болды, қой енді, таста бәрін. Не жүрсің мынау? Жасың 50-ге келді. Досым, бәрі қояйын. Досым, сен мені бар ғой. Иә. Жақсы етіп жуындырып, үстіме тап-таза киім киіндіріп. Иә. Понедельник күні жұма намазына апаршы, досым. Жұма намаз саған акимат па? Понедельник күні баратын? Жұмаға жұма күні барады. Понедельник барсам кіргізбей ма? Барсайшы онда сен жалғыз өзің понедельникке барып жүр, жалғыз өзің. Шіркеуге барған орыс кемпірлер ұқсап жүрсейші понедельник күні. Иә, сиыр кімнің үйінде сатады деп отырдың, өткенде кім бар, айтшы? Иә? Марқұм Жәнібек танисың ба? Иә? Алдында соның қорасынан мүйізі жоқ, тоқал сиыр көріп қалғам. Так, ол қалай екен, нормальный сиыр ме екен? Керемет. Да? Жап-жас. Ойбай? Аяқтар аяқ. Қол емес шығар енді. Көздерінен от жалындап тұр. Ой, сүтінің дәмін айтсайшы сен. 3,2% ғой. Сиыр еміп жүрсің бе енді? Закуска болмай қалғанда кетіп қалады да. Сен бір күн бұзауды аштан өлтіресің, мына жүрсің мен бар ғой. Бұзаумен келісіп алғанбыз. Бұзау олар деді, маған деді, уайымдамашы досым. Сен онда былай айтшы, сол марқұм Жәнібектің баласымен сөйлес онда. Сатам екен, соны біліп пеш ма? Досым, сатады? Не? Келістіріп беремін мен. Келістіріп пеш, онда сен барып сені бір кәдімгі сиырға емес, құда қылып жіберген дей жіберді ғой кәдімгі. Қызыл ленті бар ма, құда деген? Мал деп жазып беремін, сонымен кетесің қазір. Иә, роуны бар, роуны қайтшы, қуып кетпей, бір айдан кейін келіп тұрмашы. Досым, қашан болған ондай? Роуны барым, роуны келем ғой. Давай, бар. Сен келем деген жас шығып кетпесін әйтеуір. Ей. Білем, кірген есігін табам мен. Не істеймін? Так, кім еді? Әсет қой. Алло, Әсетжан, қалай амансың ба? Иә, сол соғымға дайындық қой біздерде. Әсетжан, тоқал алады шығар. Аха, ана марқұм Жәнібектің тоқалы. Ана үйен жап-жас дейді. Аяқтары мощный. Жоқ, біздің үйдегі кәрі ғой, кәрі. Арық, еще өлейінеп жүр. Жоқ, шөп салуда проблем жоқ, таңнан кешке дейін салып жатыр қой. Анау жас мал болғасын қызық тұрған мұна. Біздің үйдегі сиыр соятын болса, ертең бұзау аштан өліп қалады бостамасқа. Сол ана Жәнібектің үйіндегі тоқал сиырды алайын деп отырмын, Жақсы, сол саған рахмет айтайын деп отырмын, Әсетжан. Так, алло, Бипка. Сен бар ғой, срочно мен үйіңе кел. Терісің не болды? Келдім ғой, енді айтсашы. Сен өсектен де тез жеттің ғой. Енді өзің ғой, тез кел деген не болды? Мен байым, Ераха, тоқал алам дейді. Тоқал? Кімді? Мен қайдан білейін? Бірақ анауың бар ғой, мощный дейді. Аяқтар балғадай, денесі ірі, анау маған қарағанда жас сұлу болып тұр. Еще бар ғой, телефонның артындағы жігітті айтады, осы тоқалды алсаң өкінбейсің дейді. Анау ерсі отыра алам деп. Енді сен осыған көніп отырасың ба? Намыс бар ма сенде? Бар. Айтпайсың ба бетіне тоқал алсаң кетем деп? Қызықсың. Сен Ерахаң Афганда болған білесің ба? Че Афганда болса? Оған көрдің ба? Оған не болған ал? Бетіне бірден айтқанан болған осының бәрі. Онда бұл мәселені ашуға апарымын ақылмен шешу керек қой, Бипка, отыршы.
сен мен жан дегенде жан құрдыңсың ғой, иә? Осы ситуацияда мен сен ғана құтқара аласың. Сенде идея, план деген көп еді ғой. Дай бір план, идея, айтшы. Ойластыршы, Ақбота. Біздің мектепте бар ғой, Сәуле деген практикант қыз бар. Соны сен күйеуіне тоқал етіп алып береміз деп айтайық. Есің дұрыс па сенің? Тоқал алмайтындай вариант жоқ па сенде? Тыңдасайшы сен соңына дейін. Ол тоқалды алып бермейміз ғой. Ол практикант. Ерақаны ертең алып береміз деп үйленейін деп жатқанда печатын қоямыз да қалаға жүреміз. Алдай тұрамыз. Иә? Ағайын сол табапты, иә? Сен бар ғой, мен Сәулемен келсем, сен Ерақанмен келісіп қой, жарай ма? Ерақа, Сәуле келістір кел. Сәуле дайын, тоқал дайын. Мен өзімді келістіріп алайын. Мен тоқал дайын, мен дайынмын. Жеңеше, қып-қызыл жеңешем менің. Кетші. Қып-қызыл жеңешем менің. Кетші. Бұқа сияқты сіз жіберейін ба жеңешем менің? Кетші дейін. Жеңеше, досым қайда? Дос қаққыр. Досың тоқал алайын деп жатыр, білесің ба? Білем. Мен емес пе ұйымдастырып жүрген бәрін? Ренжіп сөйлеме ма? Сен екен ғой мен айранда үй отырған отбасын шырқы шығарып берген мен саған көрсетемін. Тоқал алғыш. Көрсетеміз. Сәлем берді жеңеше. Қалайсыздар, аман саусыздар? Көрсетеміз саған тоқал. Жеңеше, бәрі сіздердің қамдарыңыз. Керемет жабысыз тоқал. Алмасаңдар өкінесіңдер ал. Өзіңе әйел алып ал бірінші. Көрсетеміз саған тоқал. Не болды? Не істеп жүрмін? Не масама шыбынба жабысып, үстіне мынаның жабысып. Үстіне. Қыстың күні масаң қайдан көрді? Осыдан үстіме синяк пайда болсын, заявление жазып сотқа жіберем. Не істеп жүр? Ұрып жатыр мені. Ана Афганның қатыны қуады таяқ жеп қойып кеткен ғана. Өзі таяқ жеп, көрінгенде ұрып жүр. Не қылдың, шештің ба шаруаң бәрін? Досым, бәрін келістіріп қойдым. Мазия ғой. Ой алла, аяғына дейін бір дұрыстап шешіп келген шаруаң осы шығар әйтеуір бір бар ғой. Бірақ. Бәсен бірақ сіз кетті деп едім ал. Досым, Не? қыш жаңалығым бар. Үйленем? Азаматтың сиырына ма? Басқа кім қарайды енді саған? Қуасың ба? Досым, өзімнің жақсы көріп сүйіп қалған қызым бар. Соны кешке сіздің үйге келіп таныстырайын деп тұрмын ғой. Болды алып кел танысайық онда көрейік. Сен имам досың бар ғой? Сонымен келісіп үйге шақырып қой. Шай ішіп отқан кезде некемізді қиып жібереміз. Болды ғой, имам танисың ғой, өзің сөйлесе бермейсің мен. Имамға ренжіп қалдым. Приветі қайсы, покасы қайсы білмейсің оны. Мені көрсе болды, ассалаумағалейкум. Кетіп бара жатсам артымнан ассалаумағалейкум, адам мазақ қыла ма, бір сөзді 1000 рет қайталап маған. Ойлады деймін бе, ішіп жүргенге дым білмейді, есәләң деп. Тупойсың сен, тупой, дым білмеген ештеңе емес. Ассалаумағалейкум дейтін Алланың сәлемі болсын деген саған. Привет, покадан жақсы емес пе? 10 рет айтса да жарасады. Сондай ма? Да. Досым, құр қолға бата жүрмейді, білем. Имам шақырып келістіріп бер. Имамға бір шоколад пен коньягын берем. Сен имамды Иван қыл енді, сол қалды ғой. Ақшасын беріп кетті. Есің дұрыс па? Оны қатырам ғой. Тоқалды аласың ғой. Соны аламын. Сөйлесіп сен. Жап-жас керемет тоқал ана. Болды, хорошо. Мықты. Деме маған. Керемет тоқалдан айлық басыңдар, смотри. Ерақа? Не болды? Бізге бір ақылдасып, әңгімелесіп. Тез айтшы. Сөйлесу керек дегенде, иә? Ерақа, ыстық шайдан. Сіз шынымен де тоқал алайын деп жатсыз ба? Не болды? Не? Жоқ ештеңе. Не? Ерақа. Менде бір план бар. Менде бір идея бар, Ерақа. Айтшы, осы идеяңнан қорқам сенің бар ғой. Ерақа, давай сол тоқалды сізге мен таңдап берейін, давай. Сен басын жасай ма сенің? Ертең бүткіл ел күлмей ма? Ерақаның вкус жоқ па? Тоқалды қатын таңдап берген деп. Сен қашаннан бері вообще менің ісім арасатын болғансың? Афган, смирно! Сіз картошканы жапсырам басыңдан, вольно! Не ұрма деймін? Өліп таяқ жейсің қазір. Кім еді имам? Алло, Имеке, смирно! Вольно! Сізге емес, Имеке, қалайсыз? Жақсы ба? Имеке, мына неке қию керек еді? Екінші әйел дейсіз ба? Иә десең. Жақсы. Бар ғой? Ерақа деген сайын көрсетемей саған қазір тоқалды. Тоқал алады кесің осыдан бір. Не болды? Не көрсіп жатсың? Ыстық шайдан алыңыз дегенім ғой. Ерақа, сіз бар ғой, мені сыйламайсыз. Ақылдаспайсыз да менімен бар ғой. Не болды айтшы? Сол тоқал мәселесі ғой. Сен қайттан бастадың ба? Мен саған айтқан жоқпын жаңа? Ерақа, енді аяғына дейін тыңдашы. Аяғына дейін тыңдамаймын, тізесіне дейін тыңдаймын, айта ал. Ерақа,
негізі бар ғой сол тоқал жайлы мен бұрыннан өзім ойланып жүргем. Көндірамай енді мен Ераға, сіз бар ғой жалындап тұрсыз. Сіз әлі жассыз. Сіздің энергияңыз маған бәріне жетеді. Сіз бар ғой жалындап тұрсыз, Ераға, сіз отсыз ғой. Маған айтып жатсың ба? Кеді? Иә, мен сондай екен, ұмытып кеттім ғой, иә. Жалындап тұрмын ғой, иә. Ераға, сіз бар ғой бергенші. Иә? Сіз ана Жәнібектің дайындаған тоқалын не қыласыз? Сен қазір басыңнан қоламен жап тастайын бар ғой. Жоқ, аяғына тыңдасайшы. Иә? Сіз ана Жәнібектің дайындаған тоқалын не қыласыз? Сіз одан да мен дайындаған, оқыған, тоқыған, жас, сұлу қызды тоқалдыққа алмайсыз ба? Алмайсыз ба? Құлақ болды. Сондай тоқал ма? Жарқ ете қалшы, лайсағай болып. Мен бүгін ән шығардым. Бәлкім шәмші шығармын. Шәмші шығармын. Тоқал дейсің бе, я? Енді, Ераға, Дәлші кеттік. сіздің ана жұрттың байына нең қай жерін кием? Сіз де алуыңыз керек тоқалды. Иә, алуым керек. Қай жерін кием мен? Сосын, ана менің жан құрбым Бибінұр бар емес па? Бибінұрды алып берейін отырын демеш? Иә. Қатыр би. Мама, түсім болмаса екен, пожалуйста. Ераға, анам Бибінұр деген не? Ераға. Так, Бибінұр дейсің бе, я? Қалай болды екен, Я, бір жағынан жақсы ғой, да? Екеуің өсекті бірге айтасыңдар. Бір үйден кіріп, бір үйден шығасыңдар. Бірге қонасыңдар, мен ақотаға кеткенде, да? Аман өспе. Ассалаумағалейкум, Имеке, кел ау, күресесің бе? Қасы бар. Күрескен несі? Нәпсімен күрессеңші. Ол кім? Жақсы. Күресе. Ерақан, жаңағы айтқаныңыз шын ба әлде әзіл ме? Мама. Не болды? Мама, томып батырып жайған. Түсінбедім? Шындап та бойын тұрған сияқты, ойыннан от жағын сияқты. Қойыңызшы. Имеке, ана, екінші әйел туралы, сол мәселелер туралы сіздер білесіздер болса, маған айтып бересіз ба, дұрыстап толтырып? Жоқ, егер әзіл емес болса айтып берейін. Жоқ, айтып жүрсіз. Бірақ ол енді ойнайтын нәрсе емес. Ераға. Ақылға сал. Мама, кетші бар мәшейін. Жүр. Бибінұрға қалай жеткізсем кәз? Бибінұрды. Ақбота, не болды, келісті ма, көнді ма? Оның көніп тұр ғой. Не? Көнсе болды ғой. Мен Сәулемен келіс қойдым, қалғанын маған қалдыр. Қалған итак саған қалайын деп тұр. Түсінбедім. Бибінұр, келші. Мен саған жаңағын айттым ғой, сен мен жан құрбымсың. Осы ситуацияда мен сен ғана құтқарыласың білесің бе? Ішім бір жаман нәрсе сезіп тұр бар ғой. Сен ішің миыңа қарағанда тез жұмыс жасайды да. Не бүлдірдің? Не? Ерахаң Афганба болған білесің ғой, иә? Енді жаңа алдына тоқал жайлы айтуға барған кезде, нечайын тоқалдыққа сен алып берем деп айтып қойдым, мен не істеймін? Енді боласың енді? Сен қуасың ба? Мен өмір байға тимеген бірден тоқал болып шығып кетем ба? Какая разница? Сәуле сене бәрібір алмаймыз о тоқалды. Қуасың кетеді ғой. Ақбота, мен тоқал болмаймын. Қалай болмайсың? Ерақаны Сәулені алып береміз деп келіскен жоқпыз ба? Мен саған ұрыспаймын, қараймын саған дұрыстап. Ақбота, тоқал болмаймын. Түрме кел. Мама, сендер бірден имам шақырып қойғансыңдар ма не? Тағы бір сұрағым бар. Айта беріңіз, қандай сұрақ? Екеуіне бірдей қарай аласыз ба? Конечно, мен смело қарап тұрмын оны. Даже саған қарай аламын, сен де алып алайын. Ерақа. Олай емес. Мысалға, киіндірген кезде де екеуіне де бірдей алып беру керек. Онда андай жер бару керек қой, да? Біреуін алсаң, екіншісі тегін дейтін жер бар. Эконом. Тағы бір сұрағым бар. Сұрақ қой бермеш, походу көреміз ғой, Мекен. Кеттік жүр. Мама, тойып батыр жан. Мен жоқ деп айтшы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Отыр. Біздің қатын қотыр. Сізге ақшай ма, қырышай ма? Ераға, шәнек менікі дегендей мен бармын, иә? Әкел. Қуам. Кез. Отырыңыз. Бірден
бірден бастап кетіңіз сосын мына жаққа отырыңыз келіңіз абайлап қолың тиіп кетесің бері қарай отыр бірден бастап кет негізі шариғат бойынша шайдан алыңыз Емеке. тұршы айтып жатқан жоқ па саған ер адам сөйлесіп отыр неғып жағаласасың шариғат бойынша шайдан алыңыз Емеке дейтін бар ма тыңдамайсың мені айтыр кішкене қобалжып смело айта бер егер де кімде кім дейді иә кім жеткізуші еді ой не керек кім айтқан айта берші походу көреміз Асықпай есіңізге түсіріп алыңыз Емеке. кетші бар ана жаққа тамақтайыншы бар адам нервысына тимей Алдыңызда тұр ғой. онда бар телефонды алып келші бар Қалтаңызды қарасаңызшы. күрек алып келші бар күрек Күрек не қыласыз? балкон қазамын не қыласың дейді ғой Біздің үйде күрек жоқ қой. білмеймін әйтеуір іздеші бар күрек бір 3 ай ма 4 ай ма іздеп не күрек жоқ не сен жоқ в общем сол жақта динозавр ма бірдеңе жеп қойды деген сондай бірдеңе келсінші в общем келмей қалшы Енді ыстықтай бәріміз жиналғанда бір шай ішейік та енді. шайың қайда маған келіп тұр шай ғой Мен де сіз барып отыра беріңіз Ей, жаңағына имам айтқан жоқ па? Екеуіне бірдей қара деп. ойбай осындай жаттап аласың әйтеуір Жүр. Емеке қатырады айтпайсың бірінші екіншісіне қара сосын бір аптадан кейін асықпай қарайсың ғой біріншісіне айта бермейсің ба ерақа мен ыңғайсыз жағдайға қалдырмасаңызшы ерақа білмейді ғой айта берсең енді бұл ақылға салатын нәрсе ойнайтын нәрсе емес бұл деген Емеке ассалаумағалейкум уағалейкумассалам ассалаумағалейкум уағалейкумассалам ассалаумағалейкум Емеке уағалейкумассалам не болды зависеть етіп қалдың ба не істеп тұрсың ассалаумағалейкум не болды досым неке қиюға дайынсың ба ендігіше сенен бірінші мен қиятын сияқтымын қалай біздің қатынға аяқ астынан ақыл кіріп екінші аяп берейін деп отыр мама кетші досым құтты болсын рахмет үйленесің ба үйленіп бүйтейік имам келіп отыр ғой Иә. да сен бірінші үйлен мен саған куәгер болайын сосын сен маған куәгер боласың сен үйленгенде ма иә болды онда екеумізден екеуміз қидырып аламыз екеуміз тойымыз бір күнде емес па давай жақсы ма да күшті болды жаным қайда бипка қайда Бипка ұялып жүр. ұялу дейтін иманнан емес пе Емеке оқығаныңыз бар екен өткенде балық жеп отқанда бір газеттен оқып қалғанмын оқитыным бар жеңеше Кетші. қып қызыл жеңешем Қош дейін. жеңеше арманыңа жеттің сен Не арман менде сонша? тоқалды сатып жіберген жоқ үлгермей қалдық Не айтып тұрсың? Қандай тоқал? ерақаң маған қысқа соғымдыққа сиыр керек деген сол марқұм жәнібектің үйінде мүйізі жоқ тоқал сиыр бар тұғын сол мен келістіріп бергем Егордада жоқ деймін арманыңа жеттің сатып жіберген қыста отырасыңдар бүйтіп ет те жоқ соғым да жоқ Не айтып отырсың? Не сиыр? Қандай сиыр? ей мүйізі жоқ сиыр мө дейді 4 тұяғы бар Тоқал. Сиыр ма тоқал? ешкім емес шығар енді Тоқал ана қыз келіншек екінші жастау деген емес па? соғымға қыз келіншек сойынып өтсіңдер ме Сондай тоқал ма? Қайдым бот. қолың тигізсең заявление жазамын да соттатып жіберемін вообще жақындама бесеуін алып алсам болмай ма сендер не бір-бірін танисыңдар ма не досым осы қыз ғой алайын деп жатқан әйелім жақсы көріп қалған мынау менің досым ерақа танысып қой мынау бибинұр сәмелетсіз бе өзің тоқалмен танысқан біртүрлі екен досым не істепсің тез неге қиысайшы в общем былай план өзгерді бірінші сен үйленесің мә сөйтеміз болды Емеке мына некесін қия беріңіз мен шатыстым кімді кім қию керек түсінбей мына бірінші мына бастайды досым біріншісі сенікі емес па паплану мен саған куәгер болмайын ба сен маған қазір куәгер болатын болсаң өмір бойы куәгер болып қаласың білесің ба қидырта бер осы бастаңыз жақсы онда былай істейік тыныш жерге барайық мешітке барып қияйық жүріңіз кеттік тыныш жер емес осы үйден қия берейікші тездетіп тағы ішіп алғансың ба ішкен жоқпын досым қияр жерін түйіліп қалдым су жоқ екен қалтамда постоянно жүреді ішіп жібердім болды онда жақсы олай болса келесі жолы болар мен жүре берейін жақсы Бипка ассалаумағалейкум ассалаумағалейкум Емеке мен ішкен жоқпын айығып кетемін мен тез айығып кетемін Емеке Ерақа, сіз мен дайындаған тоқалды не қыласыз? Сіз одан да Жәнібектің тоқалын ала беріңіз енді. Соңғы сені соям. Исен. Жүрегім шаншып кетті.
смирно сен маған бір тоқал қарызсың вольно